ананың жігіт ананы алып беріпті, сен маған ештеңе алып бермедің, ешқандай внимание бөлмедің, внимание жоқ дейді. Ана тупая қыздарға айтқым келеді. Аталарың басында внимание ма жігіттеріне, қайда внимание сұрайсыздар? И так таңғы 7-де қара жұмысына барады, бастығынан сөз естейді, үйіне келеді, үйінде проблема, плюс жеген ыстық тамақ жоқ, аяғы су жаурап кеткен, плюс столько кредитов, и плюс сен тупая оған давка жасайсыңдар. И так мына ғасырда нормальный еркек жігіттер деген аз кішкене өлтіретін болдыңдар ғой сендер, ана внимание деп. Жоқ, жігіт деген қызбен нормально қарым-қатынаста жүріп келе жатқанда ана қыз басына тұшады ғой, ана жігіттің, как будто өзі емізіп, өзі туған сияқты сөйлейді ғой. Сен ана жаққа бармайсың қыдыруға? Жоқ. Сен деген ана досыңмен жүрмейсің, ол досың ұнамайды маған өткені. Сен үйден шықпайсың дегенде, ема, я в шоке вообще. Айналайын қыздар, сендер қайда, ол жігіт қайда, сендер туған жоқсыңдар. Өз орындарын білсеңдерші. Даже қатының болсаң да, сен оған не имеешь права олай айтуға. Шешесі үйтіп айтпаған, сен вообще кімсің оған үйтіп айтатын?